Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Edu Қазақ жобасы, яғни бұл жобада біз арнайы бір маманға барып, ол мамандықты не үшін таңдады және де сол мамандық қиыншылығымен бірге қалай күресті. Сонымен қатар қазіргі жас буындарға қандай кеңес бере алады, сол жайында айтамыз. Құрметті көрермендер, саламатсыздар ма? Тағы да бұл жобаны қолдап келіп отырған Қазақ технология және бизнес университетінің тәлімгері Динара Қуанбайына. Рахмет. Жақсы ма бәрі? Жақсы. Ал жақсы болса, енді сұрақтарымызға көшейік. Ал алғашқы сұрақ, не үшін бұл тәлімгерлік жолды таңдадыңыз? Оқытушы жолын ба? Енді оқытушы жолынан мен негізі өндіріс саласынан келдім. Ең бірінші жұмыс орным ол тамақтандыру өндіріс саласы болатын. Ол жерде көп жыл бойы технолог ретінде өз міндетімді атқардым. Бұл жолға оқытушы жолына келген себебім, біздің Қазақстанның болашақ жастарына өзім біліп, осы күнге шейін жеткен білімдерін жеткізе білу, жастарға сапалы да, жақсы да білім беріп, жеткізу мақсатында келдім. Рахмет сізге. Сіздің ойыңызша қазіргі мұғалімнің басты қасиеттері қандай болу керек? Басты қасиеттері ол баламен жасаған жұмысын, өзінің атқарған міндетін работать на результат дейді ғой, жаңағындай бүгінгі күнге сай заманауи технологиямен қолдана отырып, жоғары дәрежеде балаға білім беру. Сондай мақсатта жұмыс жасай білу. Тек қана балаларым емес, ата-аналармен де жұмыс жасай білу. Өйткені өте күрделі деп айтуға болады, мұғалім болу бүгінгі күнде өте қиын. Сол жолды кез келген мұғалім тарта білсе, әрине жақсы болар еді. Дұрыс айтасыз. Сіздің ойыңызша қазіргі мұғалімдерге қандай қабілет жетіспейді, қандай мұғалім болу керек, соны айта аласыз ба? Мұғалім деген бүгінгі күнде шыдамды болу керек, кез келген жағдайда. Балалармен тәртіпті ғана емес, білім екеуін бірге жүргізіп, жаңағындай жеке жұмыспен, балалармен жеке жұмыс жасай білу керек. Сосын олардың тәртібіне де қарап, жаңағындай жақсы білім беріп, тапсырмаларын көбейтіп, қызығушылығын таныту мақсатында жұмыс жасай білу керек. Енді сіз қазір сабақ беріп жүрсіз, сабақтарыңыз қызығырақ өту үшін қандай әдістерді қолданасыз? Енді бүгінгі күнде барлық оқытушылардың алдында талап қойылып жатыр ғой. Жасанды интеллектті қолдана білу, жасанды интеллектпен жұмыс жасап, бүгінгі заманға сай осы технологияны біліп, меңгеріп, оны балаларға жеткізу. Енді қазір балалармен жұмыс істеу өте қиын ғой, өзіңіз де біліп жатасыз. Осыған байланысты балалардың үлгерімі де, тәртібі де нашар болып жатады. Сіздің ойыңызша балаларға бірінші тәртіп маңызды ма, әлде үлгерім жағы қалай болады негізі? Негізі бүгінгі күнде де біздің уақытымызда оқыған кезімізде ең алдымен тәртіп. Өйткені өзіміздің де оқыған кезде мұғалімдер айтатын, тәртіп болмаса білім қайдан болады деп. Тәртіп біріншіден. Егер де тәртіп сақтай білсек, жаңағындай топпен жұмыс жасағанда, әрине білім де келеді, өзі-ақ келеді білім. Тәртіп сақтанған жерде білім де басқа да бола жатады. Өйткені балалар ұмытылып, білім алғысы келіп, жаңағындай қызығушылығын танытып отырады. Дұрыс айтасыз. Енді кезекті сұрағым, осы оқушыларға, студенттерге қандай өмірлік кеңес айта аласыз, және де не нәрсеге жоламау керек, сол жайлы бір нақтылап айтып кетсеңіз? Енді қазіргі бүгінгі күндегі жастарымыз білім алу барысында да, және де оқу орнында бітірген кезінде де ең алдымен жаңа өмірге қадам басады. Сол кезде олар
өз алдына мақсат дұрыс қоя білу керек деп ойлаймын. Өйткені олардың мақсаты жақсы маман болу. Және де сол маманға жету қандай дәрежеде? Жоғары дәрежеде әрине. Ол үшін көп еңбек ету керек жастар. Көп еңбек ету және де оқуын жалғастыру, жоғары білім алуға тырысу, жоғары білім алып тоқтай қоймай, ары қарай да өзінің жаңағы еңбегін жалғастыру. Сол кезде ғана жоғары дәрежеден бір жерден көрініп, қолжетімді өз маманы ретінде де жақсы жағынан көрсете біледі. Және көптеген нәрсеге өзі жеткенін де білмей қалады. Сол себептен әрине еңбектену керек деп ойлаймын. Дұрыс айтқаныңыз. Сізге бірінші алғысымды айтамын. Алғаш жобаны, алғашқы қонағы болып келіп, бізді қолдап жатқаныңызға. Енді бірінші жобаны қайырлы болсын деп қоңырау жібермейін дедім. Сондықтан сізге арнайы бір сыйлығым бар. Мұғалім, сізге рахмет. Жақсы, сіздерге де рахмет. Қолдап келіп жатқаныңызға. Енді бұл бастапқы жоба болғаннан кейін әлі талай қызықтар болады. Сондықтан менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Эдю қазақ деп аталады. Және де бүгін қонақта болған Динара Қуанбаева, сізге рахмет. Ал сау саламат болыңыздар. Жақсы, рахмет.